Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осылай өте керемет әрі оңай жасалатын сырный шарикидің рецептімен бөлісетін боламыз. Ол үшін бізге 4 ағзат қажет болады. Осындай сыр, ұн, 2 жұмыртқа және де нанның сырты деп атаймыз ғой, сол қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқамызбен кішкене тұзды салып, осылай миксерлеп алатын боламыз. Қатты прям көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттер болады деп айта аламын. Мінекей бізде дайын болып қалды. Жұмыртқаның ағы осылай болып шығуы қажет. Енді осыған біз үккіштен өткен сырымызды салатын боламыз. Осылай салып алдық. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей бізде осылай шықты. Енді осыған кішкене ұн сеуіп, тағы да араластырамыз. Бізде дайын болды осындай. Енді осыны формаға келтіреміз. Мен осылай дөңгелек формаға келтірдім. Сіздерде қалай келтіргілеріңіз келеді, солай істеуге болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Енді қызып тұрған отта жақсылап осылай қуырып алатын боламыз. Нәтижесінде бізде осылай шықты.